Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Ерхулан болады. Мен Монғолия мемлекеті Байнерге қаласынан келген боламын. Осы Киелі Қазақстан жобасына қатысқаныма өте қуаныштымын. Және Киелі Қазақстан жобасы бойынша біз 3 күндік жобада Қазақстанның Алматы облысының киелі жерлерінде болдық. Яғни Есік қаласы жәнегі әлемге әйгілі алтын адам тауылған Есік қаласында алтын адам музейінде болдық. Және одан кейін бізді жәнегі отандастар қорының Жас Қазақ клубы Шарын шатқалына апарды. Шарын шатқалынан кейін біз Қайынды көліне бардық. Сосын Қайынды көлінен кейін соңғы аялдамамыз Көсай мемлекеттік паркі болып табылады. Ол жер жәнегі шетелден келген қандас бауырларымыз, оның ішінде менде де бар, барлығымызға ерекше күшті әсер сыйлады. Бұндай ерекше жоба ұйымдастырып, осындай әдемі әсер қалдырып, осындай Қазақстанның киелі жерлерінің, оның ішінде Алматының киелі жерлерін көрсеткен отандастар қоры және де Жас Қазақ клубына көптен көп алғысымды білдіремін.